барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін жаңа тауар енгізу бөлігін құрайтын боламыз. Жалпы контейнердің ішіне button енгіземіз. Класс btn success. Bootstrap классы жаңа тауар. Margin bottom 5, яғни 30 беру үшін батырманың астына қоямыз. Енді бұл батырманы басқаннан кейін product'ың ішінде жаңадан view ашу қажет. Бұл view'дің атауын біз create деп атаймыз. Create атты view form method get action products create бетіне қарай үйретін боламыз. Пайдаланушыны type copy. Өйткені бұл форманы орындалмайды десе submit деген біз типті көрсетпесек. Сол үшін біз submit деп жазамыз. Жаңа тауар create бетіне сілтеме жасады. Алайда create беті бұл жерде жоқ бізде. Create бетін қоямыз. Get әдісі products create. Индексті create деп өзгертеміз. Көшіріп аламыз. Create. Және де create бөлігінде бізде ешнәрсе орнату қажет жоқ, тек біз create шаблонын қайтарамыз. Бұл жерде бізде row табылмады деп тұр. Яғни web PHP'ді ашамыз. Яғни products create. Біз products create деп. Бірақ та бұндай row жоқ дейді. Бұл жерде біз products ID және де products create. ID бізде динамикалық мән. Екеуінде әдісі get. Сол үшін де бізде екі бірдей row шығып қалды. Ал негізінде ондай болмауы қажет. Бұл жерде біз екі шешім бар. Біреуі бұл products create'ті басқа сілтемеге өзгерту, немесе біз middleware құру арқылы бұны шешсек болады. Біз бұлай middleware құрайық. Ол үшін PHP artisan create middleware. Admin middleware деп жазайық. Яғни барлықтарыңыз білетіндей, бұл middleware негізінде сайтқа кірместен бұрын пайдаланушының тексереді. Яғни құқығы бар немесе жоқ екенін тексеретін болады. Енді тексерейік. Егер сессионда user болса, немесе user атты сессия болса, онда біз кірген пайдаланушының біз ролін алатын боламыз. Егер ол тіркелген болса, және де тексереміз. Егер оның ролі тең болса 2-ге, яғни ол егер админ болса, онда рұқсат береміз. Ал егер админ болмаса, онда біз оны бастапқы бетке қайтарамыз. Сізде бұл ресурсты алуға құқық жоқ деп осындай қате хатпен оны шығарып салатын боламыз. Web PHP'ді ашамыз. Келесі кезекте products create'ға біз middleware беретін боламыз. Жалпы middleware деп жазамыз. Және де
класс деп көрсетеміз, сақтаймыз, тексереміз. Create деп көрсеттік. Жоғарыда тұрған динамикалық мәнді біз негізінде асы жағына көрсетейік. Өйткені біз бірінші админге тексеретін боламыз. Бұлай жасайық. Жоғарғы бөлікте тұрған роуттарды біз ең астына қарай қояйық. Ең астыңғы бөлік. Жоғары жақта бізге админ бөлік болсын. Тексерейік. Міне, мен админмін, және де менде мысалы кіруге рұқсат бар. Егер мен мысалы жаңадан пайдаланушы енгізейін, немесе біз логин арқылы енгізейік. Тіркелу. Тест түрінде ашайық. Енді кірейік. Тіпті жүйеге кіріңіз. Міне бұл жақта жабық, яғни біз көрсеткен сілтеме жоғары жаққа көтерілсек, ол Products Create сілтемесі. Енді осы сілтемені енгізейік. Success'ті өшіріп тастаймыз. Products Create. Міне қате шықты. Error, сізде бұл ресурс алуға құқық жоқ. Бірақ та біз бұны Home TPL-дің ішіне қосатын боламыз. Біз тек қана Success'ті қостық. Success'тің астына біз керісінше енді Error'ға арналған осындай қате шығаратын блокты қосатын боламыз. Обновить етеміз. Бұл жерде бізде біз бұл жерде error'ды бердік, айнымалының, бірақ та біз view'ға орнатуымыз қажет. Яғни success орнатылды. Дәл осы success секілді біз error'ға бөлек орнатуымыз қажет. Error'ға арналып бөлек орнатуымыз қажет. Обновить етеміз. Міне, сізде бұл ресурс алуға құқық жоқ. Қайтадан тексеріп көрейік. Products Create. Міне, қатеммен қайтарады. Сізде бұл ресурс алуға құқық жоқ. Өйткені, мысалы, users'қа кірсем, бұл жерде мен жай ғана қарапайым пайдаланушымын. Рөл 1. Егер мен админнің атынан кіретін болсам, ол бізде осы поштаны көшіріп аламын. Админ пошта. Тауарлар тізіміне кірем. Міне, тауарлардың тізімі шығады. Енді жаңа тауар енгізу дегенге кіретін болсам, міне, жаңа страница шығады. Яғни, біз middleware'дің көмегімен өзіміздің админ панельді қорғасақ болады. Толық мәлімет дегенге кіретін болсам, толық мәлімет беті шығатын болады. Екі роутты біз осылай бөлек-бөлек middleware'дің көмегімен біз бір-бірінен ажыратсақ болады. Және де админ middleware'ді біз жоғарыда тұрған Products'қа да қойымыз қажет. Өйткені Products'та бұл админ панель. Яғни, бұл жерде біз тауарлар тізімін алатын боламыз. Келесі кезекте клиенттің ішінде біз Create бөлігіне өтеміз. Create бөлігінде бізге осы шаблон қажет. Отступ береміз. Контейнер қажет. Енді келесі кезекте біз регистрдің ішіндегі осы бір форманы кішкене жоғары қарай көтерсек, осы форманы көшіріп қоя саламыз. Бізде бұл жерде өзгерту керек нәрселер. Ол бізде Product Store'ды қоямыз. Яғни Create ол бізде, мысалы WebPHP'ді ашатын болсақ, Products Create ол бізде фронтенд бөлікті ашса, ал осы формадағы мәліметтерді енгізу үшін мәліметтер қорына біз басқа Store деген әдісті қоямыз. Екеуі, мысалы, Create ол
енгізу формасын қайтарады. Ал store болса, ол бізге сол мәліметті форма мәліметтерін енгізу үшін пайдаланатын болады. Product контроллердің ішіндегі store'ды шақыратын боламыз. Post әдісі жаңа тауар сақтау батырма деп өзгертеміз. Жалпы products кестесінің ішінде бізге қандай мәлімет? Бізге name, тауар атауы, placeholder ол бізде тауар атауы болады. Және де description көрсету қажет. Description бізде текст. Name деген жерге біз description деп жазамыз. Description, placeholder деген жерде сипаттамасы. Және де бұл негізінде text array болады. Text array. Text array автоматты түрде жабылады. Келесі кезекте категория көрсетеміз және де бағасын көрсетеміз. Type деген жерде number деп жазамыз. Name ол price болады. Placeholder бағасы. Бағасы. Келесі кезекте купон және де суреті. Купон бізде маңызды емес толтыруға. Купон келесі кезекте сурет. Суретке сілтеме. Тексерейік. Мына жаңа тауар және де жаңа тауар шықты. Одан кейін барып бізде сипаттама дегеннен кейін, яғни text array'ден кейін бір сызықша қалып кетті. Қайтадан аттай өтейік. Міне бізде қосылды. Бізде тек қана бұл жерде select қосылмады. Select'ті қосу қажет. Select бізде категория ID. Біз мысалы сипаттама дегеннен кейін select деген ашамыз. Оның name ол категория ID. Name ол бізде категория ID. Class form control. Келесі кезекте цикл ашамыз. Циклда біз категориясы алатын. Item категория. Келесі кезекте циклды жабамыз. For each. Және де option'ды көрсетеміз. Яғни әрбір категорияны көрсететін боламыз. Категория name. Ал value ретінде біз керісінше категория ID. Яғни бұл уникалды мән, қай категория таңдалғанын бізге көрсететін болады. Бізге қалғаны тек осы категорияны беру қалды. Product'ның астында біз категория моделіне әкелеміз. Категория стен find all категория кестесінен барлық категорияны аламыз. This view set. Бұл категорияны енгіземіз. Бізде мысалы бұл категориясы деп аталады. Категориясы енгіземіз. Тексеріп көрейік. Мына категория енгізілді. Қазіргі кезде тек қана екі категория бар бізде. Енді келесі кезекте біз категориядан кейін BR деген қоямыз. Отстық болу үшін Products Store
әдісімен жұмыс жасайтын боламыз. Product store әдісі, ол бізде store әдісін шақырады, product'ның ішінде. Біз астына қарай түсеміз. Public function store әдісін шақырамыз. Request қабылдайды. Келесі кезекте біз user контроллердің ішіне өтіп, біз ол жерде create көшіріп аламыз. Create'ті көшіріп алып, біз product контроллердің ішіне әкеліп қоямыз. Дайын шаблон, бұл жерде бізге өзгерту керек нәрсе, ол product'ты өзгертіп шығамыз. Барлығында да өзгертеміз. Және де user емес, product table, product кестесінде жаңа жол құрамыз. Және де атауын аламыз. Сипаттамасын аламыз. Description. Email'da description'ға өзгертеміз. Сипаттамасы, бағасы, және де бағасынан бөлек купон, егер болса, купонды енгіземіз. Купоннан кейін суреті бар. Тауар атын, сипаттамасын және де категория қалды. Категория ID. Тексеріп көрейік. Бағасы, купон, суретке сілтеме. Сақтау. Бұл жерде біз сілтемені логин деп жіберіппіз. Біз бұны products'қа қарай жібереміз. Тексереміз. Міне, біз көрсеткен мәліметтер енгізілді. Купон 10, категория ID 1. Сол сияқты мәліметтердің барлығы да енгізілді.